Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, бір жасағаннан шығатын, үйіңіздегілердің сүйікті тіске басарына айналатын мини пиццаның жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеом қызықтырса, міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше рецептімізді бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, оның үстінен ашытқымызды салып, шекерімізді салып, және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң өсімдік майын да құйып, оны да араластырып аламыз. Және де үстінен алдын ала електен өткізіп өлшеп алған ұнымызды аз-аздан сала отырып, ең алдымен қасықтың, содан соң икемге келгеннен соң қолдың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Сонда өтіп, қарап жасай берсеңіздер болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұп-жұмсақ болып дайын болды. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, ашығанша жылы жерге қалдыратын боламыз. Дәл осы сәтте начинкамызды дайындайтын боламыз. Начинкасына мен осындай ысталған шұжықты ең алдымен майдалап, осындай видеодағыдай көбіктеп турап алатын боламын. Сіздер начинкасын өз қалауларыңызша кез келген заттармен алмастырсаңыздар да болады. Шұжығымызды турап болғаннан соң тұздалған қиярымызды да майдалап көбік пішінде турап алатын боламыз. Тұздалған қияр мини пиццамыздың дәмін одан сайын аша түседі. Егер сіздерде үйде бар болса, міндетті түрде қосып жасап көріңіздер. Қиярымызды да турап алдық. Енді бізге бір үлкендеу қызанақ қажет болады. Оны да артық жерлерін алып тастап, көбіктеп турап шығатын боламыз. Мінекей начинкаларымыз дайын. Енді сырымызды да күштен өткізіп дайындап қоятын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жақсы көтеріліп шықты. Енді қамырымызды қатты баспай, дәл осылай өзімізге икемге келтіріп алып, майда бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Егер сіздердің қамырларыңыз қолға аздап жабысқақтау болса, қолыңызды сұйық маймен майлап жіберсеңіз жеткілікті. Осылай барлық қамырларымызды видеодағыдай дөңгелектеп алғаннан соң, үстін жауып кемі 10 минутқа қалдыратын боламыз. Мінекей арада 10 минутымыз өтті. Енді қамырларымызды дәл видеодағыдай етіп, пішінге келтіріп аламыз. Мини пиццаның пішінін жасайтын боламыз. Дайын болған қамырларымыздың барлығын противенімізге пергаментімізді төсеп, шетінен орналастырып отырамыз. Құрамы өте қолжетімді. Кішкентайларды отбасыңызды қуантсаңыз болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Енді бетіне мен соусқа кетчуп жағатын боламын. Сіздер кетчуп пен майонезді қосып жақсаңыздар да болады. Барлығын осылай жан-жағына жеткізіп жағып шығатын боламыз. Енді бетіне начинкаларын саламыз. Ең алдымен тұздалған қиярымызды, содан соң
шұжығымызды, және де үстіне енді қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз. Барлық пиццаларымызға начинкаларын орналастырып болғаннан соң сырымызды қойып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай рецепт. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлығына ұнайтынына 100% сенімдімін. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді пирогтар, тіске бастарлар және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін баса қоюды ұмытпаңыз. Дәл осы сәтте мінекей пиццаларымыз дайын болды. Енді пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Және де дайын болған пиццаларымызды 180 градус қызып тұрған пешімізде 25-30 минутта пісіріп шығаратын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай пиццаларымыз пісіп шықты. Түрлері өте тәбет ашарлықтай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, арнамда жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.